Сәлем достар, сендермен бірге мен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге линза тағып және қалай шешу керектігін, сол жайлы барлығын айтатын боламын. Сендерге қызық болады деп ойдамын, олай болса менімен бірге қалыңыздар. Ең алдымен линзаны тағу үшін бізге қолымызды жақсылап тазартып жуып алуымыз керек. Достар, мен қолымды тазартып жуып келдім. Ең алдымен біз сізге линзаға керек растворымызды аламыз да, сонымен тағатын қолымызда кішкене бір-екі тамшы не біздің линзамыз. Ал енді осыны қазір мен алып тағамын. Мінекей линза, енді осыны қазір тағамыз. Менде қазір айна жоқ, сондықтан телефонның затына қарап таға беремін. Көзімізді бүйтіп тартамыз да, қарашығым жоғары көтереміз де, сразу астына салып жібереміз. Қимылдатамыз бүйтіп, сол кезде ол мына қарашығымыздың өзінен қайттан барады. Мінекей менің көзіме бір линза салу. Жарық кезде бұл жақсылап көрінеді. Екінші линзаны алып тағайық. Көк көз болады. Және линза жайлы айтайын, мен оны қаяқтан алдым? Мен оны өзімнің қаламнан алдым, 5000 теңгеге раствормен және мынандай контейнермен. Бұл раствор мынандай ең үлкен раствор түрін. Мен бұны 3-4 ай бұрын алғанмын. Және де линзаның минустары жайлы сіздерге айтып кетейін. Линзаны мен мүмкін дұрыс тақпайтын шығармын, мүмкін мен көзім бұндай заттарды жақтырмайтын шығар. Мен линза таққаны, яғни көзімде линза барын мен сеземін. Және көзіммен былайынан қозғалтқан кезде көзімнің ішінде бірдеңе бар екенін сезіп тұрасың. Әрине бұл кедергі келтірмейді. Негізі линзаны тек қана фотоға немесе видеоға түскен кезде ғана қолданбасаңыздар, далаға шыққан кезде, мысалы менің опытым бойынша далаға шыққан кезде менің көзім өте қатты қызарып жасаурайды. Жоқ, ол ешқандай зиян келтірмейді. Менің көзім ондайға үйреніспегендіктен басында сондай болады. Мен көбінесе линзаны далаға шыққан кезде тақпаймын, себебі маған неудобно болады. Және де мен оны кез келген кезде барып түсіріп ала салмаймын, себебі таза жер керек, қолыңыз таза болу керек. Видео немесе фотоға түскен кезде ғана қолданамын. Бұл линзалардың мерзімі 1 жылға тұрады, яғни 1 жыл бойы сіздер оны қолдана аласыздар. Видео сіздерге ұнайды деп ойдамын. Ұнаса жоғары тағам белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де әлеуметтік желілеріме тіркеліңіздер. Комментарияға сол жайлы және көздеріңіз түсі қандай екенін жазып кетіңіздер.